Сәлем достар, біз бүгін мясо по-тайски салат жасайтын боламыз. Ол үшін осынша ет, оны ұзынша қылып турағандарыңыз дұрыс. Сосын оны жақсылап тұрып, сосын бәрін специя қосамыз. Роллтон тұз дегендерді. Негізі соя тұздығын қосу керек, бірақ бізде соя тұздығын ешкім ұната бермейді. Сол үшін осыны қостым. Содан кейін бәрін араластырамыз. Арттағы зуыптарға мән бермеңіздер, сондай шу болып кетіп жатыр. Осылай жақсылап тұрып араластырғаннан кейін майға жақсылап қуырып аламыз. Қуырылу керек, жақсылап тұрып ол өзі жұмсару керек, қуырылу керек. Жұмсару үшін осындай болып қызарады, то есть пісе бастайды. Одан кейін біз оған тағы қарап араластырамыз. Араластырғаннан кейін біз бұл жерде тағы мен 7-8 қиярды осылай турап алдым. Бір пияз, сосын одан кейін барып 2 болгар бұрышы және сәбізді тағы да бір неғып үккіштен өткізе саламыз. Жуғаннан кейін үккіштен тағы өткізетін боламын. Сөйтіп мынаған су қойып жібердім. Етке су құйып, жақсылап тұрып бұл піскенін күтеміз кішкене. Содан кейін пияз саламыз. Пияз салғаннан кейін пиязбен бірге жақсылап піскенін күтеміз. Яғни сарғайып, жұмсарып пісу қажет. Бізде осындай болды. Үстіне тағы мен бір немесе 2 чеснокты турап жіберсеңіздер болады осылай. Сосын бәрін қосып араластырамыз. Араластырғаннан кейін оның бәрі жақсы болып шығу қажет. Содан кейін ол кәдімгідей үстіне тағы да болгарский қосамыз. 2 болгарскийді, болгар бұрышын. Сосын қосқаннан кейін бәрін бірге тағы да бір араластыратын боламыз. Өте тойымды салат болып шығады. Дәмі де өте керемет болады. Егер соңында тұзын да көріп жібересіздер бәрін болғандан соң, чтобы тұзы жеткілікті болу үшін, дәмдеуіштері жеткілікті болу үшін тағы бір тексеріп жүрсеңіздер болады. Сосын осылай араластырамыз. Араластырғаннан кейін ол жақсылап тұрып қызару керек, пісу керек. Сол кезде бізде жақсы болып шығады. Үстіне күштен өткізілген сәбізді саламыз. Бір сәбізді осылай күштен өткізіп, сосын салып, бұны да пісіріп алатын боламын. Бұл жерде ол пісу керек, сәл күтеміз кәдімгі пісу үшін. Каналға жазылып кетіңіздер. Сосын мына жерде фри қосып жібердім. Негізгі рецептте фри жоқ, бірақ мен қосуды жөн көрдім. Себебі күшті қытырлақ болып шыққандықтан осылай қосып жіберуді жөн санадым. Содан кейін бәрін жақсылап тұрып араластырамыз. Сөйтіп араластырғаннан кейін бізде салат дайын болады. Ет әзірше ыстық, сол үшін ұзақ уақытқа қоя тұрып, сосын барып холодильникке салғандарыңыз дұрыс болады. Яғни тоңазытқышқа салыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Міне, мынандай болып шықты соңында.